Құрметті қазақ елі, ел жұрт, ұрпақ, мал жан аман ба. Мен есім Сәрсенбаев Сәбитхан болады, мен өзім заңгер боламын, құрметті қазақ елі. Бүгін эфирге шығып отқан себебі соңғы Талғардағы қылмыскерлердің жас балаға жасаған іс-әрекетіне сәйкес бұл үлкен бізде қоғамдық резонанс болып отыр. Енді мен бір заңгер ретінде өзім көптеген істермен айналысамыз ғой. Біреуде мал қайғы, біреуде жан қайғы деген іс-әрекеттер, соны сотта жүреміз. Бірақ мен өзім Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, титулды қазақ ретінде біз өзіміз әрекет жасамасақ болмайды. Себебі ертең біз қазірден әрекет жасамайтын болсақ, ертең біздің ұрпақтарымыздың жағдайы өте қиын болады. Мына жерде қарындаш қандай керемет, қазақтың керемет жерлерін Алматы, жоғарғы Алматыда отырмын. Көптеген зәулім ғимараттар салынған. Енді осы жерде біздің қазақтың қанша пайыз тұрады деп естисіздер? Бұл жерде қазақ өте аз тұрады. Себебі жоғарғы Алматы мен төменгі Алматының айырмашылығы көп. Бұл енді урбанизация кезінде ғой кеңес өкіметі тарқаған екен. Енді басты мәселе көшейік, құрметті қазақ елі. Мынау кешегі Талғарда оқиғадан кейін мемлекет қызметкерлермен қатысы бар екенін, жәндегі қылмыстық серкелердің туысқандықтары бар. Олардың бұл Талғар қаласында өздерінің жауапкершілікті таныған екен, осындай әрекет жасап отыр. Кезінде 1960 жылдары Италияда мафияның өршіп кеткен себебінен тура осы Талғарда оқиға жасай берген, халықтан қорықпай, халықтың көзінше, туған аналардың көзінше бала-шағаларын кеп зорлап, мысалы жарақаттап, өлтіріп кетіп жатқан. Сол кезде Италияның жәндегі сенаты, парламенті осы мафияларды да қарсы тексеру комиссиясын ұйымдастырған. Сөйтіп көптеген нәтижеге жеткен. Сол елді демократия болу үшін. Енді біздің Қазақстан, білесіздер, 1991 жылдан бастап, егеменді алғаннан бастап бізде 8 шамамен ұмытпасам бір 8 клан пайда болды. Бұл кланның бар кезінде өкіметте істегендер, бұлардың бәрі өзі оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс болып, орталық болып бөлініп алған. Немесе осы кезінде бұрынғы мемлекет басшысының қасында жүрген белгілі қылмыстық немесе осындай өкіметке жабысып, кабинетке отырып, осындай топтар құрбаған, былайшықанда бұлардың бәрі кландар дейді. Енді бұл кландар тұрған кезде қазір жаңа Қазақстан құру мүмкін емес. Себебі ол кландар кабинеттен айырылмас үшін осы Қазақстанды бір қаржы ұрлап, өздерін бір гастарбайтер сияқты сезінеді. Олардың бір көріп отырсыздар, Дубайда азаттық телерадиосы көрсетіп жатыр. Дубайда көптеген микрорайондарда осы Қазақстанда мұнай саласын көптеген министрлерде қызмет жасағандар, үйлер алып алған, баспана алып алған, былайша айтқанда Дубайдың тең жарысы қазақтан ұрлаған қаржы деп қаржыға салынған үйлер болып тұр. Енді біз басқа не істейміз? Мына жағдайды білесіздер. Кеше заңсыз референдум өтті. Халықтың 71% дауыс бергендей көрсетіп жатыр. Оған кім дауыс береді? Бұл Ресейге былайша айтқанда қазір санкция салған кезде бұл Қытай тікелей қаржы берудің орнына бұл сақтық жолмен Қытайдың өзі де санкция түсірмес үшін бұл осындай арнайы схема жасады. Бұл схемада, жобада Қазақстанға атом электр станция салатын Ресей, бірақ қаржыны беретін, жәндегі кредитке берген, несие берген Қытай болып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде Қытай тікелей өзі әлемнің санкция түспеу үшін осыны жасап отыр. Енді бұл ертең болашақта Балқашта, білесіздер ғой, 22 жылы қаңтар айында сақалдар көбейіп кетті, жәндегі террористер деген халықты ата бастады. Оның бәрі маневр жасаған түсінікті кезінде Айсұлтанның өзі айтып кеткен еді. Біздің Алматы таудың арасында 400 дейма шамамен осындай қылмыстық топта жиналған сақалдар деп. Енді ертең Балқашқа атом электр станция салынсын, немесе салынбасын, немесе бастап жатсын салған кезде, тура соның қасында Саршаға, немесе Приозерск деген Ресейдің жалға алған полигондар бар. Көрдіңіздер ме? Екеуінің арасы жақын. Ертең бұл Балқаштың жанында сақалдар көбейіп кетті деп және қойылымдар жасап, ертең Қазақстанның қақ ортасына немесе Қытайдан, немесе Ресейден әскери базаларымен қоршап, Қазақстанды екіге бөліп жіберуі мүмкін. Мынау Қызылорда жақта, Байқоңырда бір бөлім болса, енді
мына жақта енді Балқашықтан басталғанда бұл біздің оңтүстік пен солтүстікті бөліп отыратын екі күш болып тұр енді. Соны не істейміз енді? Бұл ертең болашақта біздің әрекетсіздігімізден біздің ұрпақтарымыз құрбаны болады. Елімізден, жерімізден айырылып қалуымыздан мүмкін. Бірақ осы жаңа айтып отырмын ғой, 8 кландар, олар біздің еліміздің кезінде ескі жүйе кезде бұлар қаржысын, қалтасын толтырған, бұлар байлықтан айырылғысы келмейді, кабинеттен айырылғысы келмейді. Бұлар осы дүниеден айырылмас үшін жаңа Қазақстанмен келісімге тұрып, бастысы қызметтен айырылмасам болды деп қалған кез келген жобаларға бұлар бастамашы көмектесіп кетуі мүмкін. Бірақ біз қарағалы қазақ кім? Себебі олар мемлекеттік қызметкерлер өздерін бір гастарбай ретінде сезініп отырып, олар өзінің ертең кез келген уақытта бала шағасымен қашып кетуге дайындалып отырған шығар мүмкін деп ойлаймын. Сол себептен біз әрекет жасау керекпіз. Ол қандай әрекет? Мысалы бізде көптеген блогерлер бар. Ол блогерлердің бәрі дұрыс әлеуметтік желіге шығады. Оның ішінде пиғыл нашар блогерлер сол жәндегі аудан әкімшілігімен немесе сөйледің жәндегі саясат бөлімдерімен келісімге келетін болса, ол жәндегі өзінің әлеуметке шығарған мәселесін қайттан алып тастауы мүмкін, немесе қаржы алуы мүмкін, немесе кейбіреулердің ақша алған кезінде жәндегі алаяқтықпен жәндегі ақшаны жәндегі талап ету деген бабымен оларды қамап жатыр. Елім, жерім деген, отаным деген ертең болашақ, менің балам осы Қазақстанда тұрады, Қазақстанның азаматы болады, осы жерге, елге еге болады деген азаматтар бірігуіміз керек. Бізде білем, Қазақстанда 500-дей қоғамдық бірлестік бар. Ол қоғам бірлестіктен бар, білесіздер, кем деген оның тең жартысы, немесе оның 80% кезінде министрлердің немесе олардың ымыра жымырасымен келісіп алған жалған жәндегі белсенділер немесе жалған жәндегі бір саясаттанушылардың ашып алған қоғамдық бірлестіктері. Ол әлемге былайша айтқанда бет-бейне көрсету үшін, біздің Қазақстанда осындай 500 қоғамдық бірлестік бар деп көрсету үшін. Енді оның бәрін мен зерттеп көрдім. Ешқайсысы күресіп жатқан жоқ дұрыстап. Кеше білесіздер, бір қоғамды бірлестік жазды, президентке арыз жазды, қалауымды алып тасташы деп. Қалауымнан басқа көптеген проблема бар бізде. Жемқорлық, қылмыс топтар, біздің келешектер бізге тез жәндегі оңайтылған жүйемен Қазақстан Республикасының азаматтығы алып жатқаны, біздің транзиттік қылмыстар өте көп екен. Осының бәрін қолға алу үшін көптеген жұмыс жасау керек. Ал енді бір қоғамдық бірлестік телевидениедан қалауымды алып тасташы деген соны президентке жазылғанын қарасаңыздаршы, ол соттасын да, сотқа барсын, азамат процеспен сотқа беріп, ол каналдың жәндегі біздің мәдениетімізге, біздің әдеп ғұрпымызға қарсы екенін дәлелдеп, сот арқылы алып тастауға болады. Ол қалауымды. Не қылады оны президентке? Сол қоғам бірлестіктің айналысатын тірлігі ма? Оны сол себептен мен енді ұсынысым коалиция ашу. Осы көптеген қоғам бірлестіктері шынайы күресетіндер, бұрынғы министрлердің немесе бұрын комитеттің басшылары өзінің жәндегі мүддесі үшін, қазіргі отырған премьер-министрлермен жәндегі күресу үшін, шайқасу үшін, олардың жәндегі бір арттарын ашып, ертең бізде бір доля көріп кетеміз, немесе бір тендер көріп кетеміз деген мүшелермен жүрген ондай қоғам бірлестіктер көп. Сол себептен ондай сияқты болмау үшін таза күресетін жол мен ойлап таптым. Бірінші біз осы жәнде Италияны айттым ғой. Бірінші біздің біріккен ұлттар ұйымына және біздің парламентке ұсыныс жасау керек. Қылмыстық серкелерді, қылмыстық жәндегі кланмен, жәндегі трайбалистік, жерлестік клан болып үкіметке отырып алғандардың бәрін тексеру үшін мен біріккен ұлттар ұйымына арыздандым. Біздің Қазақстанда осындай арнайы осы Италиядағы жасалған іс-әрекетті Қазақстанда жасау керек. Өйткені Италияда мафиямен күресу парламенттік комиссия құрылған тұғын. Бір нәтиже жетті, қазір Италия дамыған елдердің қатарына кіреді. Сол себептен біздің Қазақстанда осындай болу үшін мен біріккен ұлттар ұйымына арыз жаздым. Ұсыныс жасадым үкіметке. Ұсыныс осыны қолдаса, біз осы елімізді сақтап қалуға әрекет жасау керекпіз. Бізден былайша айтқанда бағыттар өте көп. Мысалға мен өзім сыбайлас жемқорлық агенттігінше превенция басқармасына көптеген арыздар мен шағымдар жаздым. Мына бухгалтерияда Ресейдің один бір
ФС деген бағдарламасы, фаворит бағдарламасы арқылы қаржыны жымқырмас үшін жәндегі өліп қалған адамдарға, жұмыс істемейтін адамдардың бәрін енгізіп, бухгалтерия арқылы ақша шешпес үшін осындай ашық бухгалтерия сияқты бұлар қазір бағдарлама ашты, талап еткен болса сотқа барғанбыз, соттан талап еткенбіз. Осы мұғалімдердің мектеп директорлары мынау өзінің сыбайластарына, өзінің адамдарына 8 сағат жазып, оған қарсы адамдарға 4 сағат жазып, ақша бермеген адамдарға 4 сағат жазып, сыбайлас қаржы жымқырмас үшін оны осы оқу ағарту министрлігіне сыбайлас жемқорлықтың жәндегі превенция деген басқармасының арыздан сотқа бергеннен кейін барып тарификация деген бағдарлама пайда болды. Енді 25 жылдан бастап енді арнайы бағдарлама шашады. Мұғалімдердің сабақтарын, мұғалімдердің сағаттарын, оның жәндегі категориясына, оның еңбек өтіліне қарап. Көрдіңіздер ме? Нәтижен мен осы әрекетті жасау үшін бір шамамен 1 жылдай уақытым кетті. Бұл Қазақстанда 22 министрліктің, 28 комитеттің ішінде, осы оқу ағарту министрлігінің ішінде осы бір жүйені жасау үшін, жемқорлықтың жолын кесу үшін. Ал енді мен бір өзім енді бүкіл Қазақстанның министрлігімен соттасуға, оған мен күшім де жетпейді. Сол себепті маған не керек? Маған енді амал жоқ, мына Біріккен ұлттар деген ұйым бар, бұл жемқорлыққа қарсы күресуге өзінің арнайы несі бар, конвенциясы бар, сол протоколда бар, сол протоколға сәйкес, хаттама сәйкес мен осы құқық қорғаушы Сәрсенбаев Сәбитхан маған осындай арнайы жемқорлықпен күресетін қаржылай көмектесіңіз деп Біріккен ұлттар ұйымынан сұрап отырмын.